Сәлем достар, сіздермен бірге Асимон және менің сестренкам Ұлпи. Мен бүгін няня болатын боламын. Дом 33 депті. Так, давайте сол үйге барайық. Что-то VIP үйге барайын деп жатқан сияқтымын мен. Мәссаған қарандар. Өте күшті екен үйлер. Әппақ прям. Өте күшті екен. Так, мен няням былайынан деп алайық. Так, қызы ашты әйтеуір. Так, енді былайынан қарап көрейік. Осы Ауди мамасы ше. Мәссаған қарандар, үсті деген әдем. Киім не істеп жатыр? Бөлмесіне барып не істеп жүреді? Ойбай, не жатыр мына мамасы? Так, саламатсыз ба, мен келдім. Мен няня едім. Неше күнге няня болайын? Я қостым. Так, мамасы енді былайынан әңгімелесіп алайықшы. Ой, қызыңыз қайда, ана тұр екен ғой. Так, короче, мен өзім балаларды жақсы көрем, жанымнан артық. Әсіресе андай күттай бөпелер болады ғой. Я, соларды жаман жақсы көрем. Андай түрлері вообще сүйкімді болады ғой. Ойлап мен әңгіме айтып кетіппін ғой. Негізі мен андай шай ішіп отырып, әңгіме күшті айтамын. Ой, мамасы мен қызы сөйлесіп жатыр енді. Давайте сөйлесіп беріңдер. Короче, не дейді? Маған не үшін няня? Ой, қызым, енді өзіңде білесің ғой, біз андай баймыз да, просто миллионерміз, короче, бай емес. Сосын ақшамды қайда құртамын білмей, ішім пысқаннан няня жалғадым. Маған енді тамақ берсеңіз. Ой, тамақ дейсің ба? Мен тамақты күшті пісірем, ана блинчик деген вообще күшті пісірем. Бірақ мен андай панкейк пісіріп үйрену керек еді. Я, қостым, ой, ханым, қостым, болды. Так, телефоным дауысын шығарып қойдым, болды, қосып қойдым. Не ой, қызыңызға тамағын бере берейін мен. Айлығы неше айтпақшы, айтып жасаңызшы, бір айға няня. Я, білем ғой, бір айға екен. Сол енді неше теңге бұл бір айға ше? Айтып берсеңіз. Бір мына қыздар жалғасып адаммен. Ура, 500 болып жүре қыз. Ойбай, жүре ғой қызым. Не деген сүйкімдісін, жаныңыз шығарайын ба, былай шашын жүріп. Так, холодильниктің былай ішін қарап көрейін. Так, алдым енді блинчик бере салайыншы, бұған просто так холодильникте тұр екен, соны бере салам, как те тұр, қолым дұрыстап жуып алайын. Ойына басылмай қалған естендігі. Осылай басылмай қалса, нервқа тиеді ғой. Оны басылмай жатыр енді тағы. Так, блинчик қайда екен, блинчик. Құймақ, сондай. Так, ой, нағыз неге тұрдың, отыршы, бұл қазір таңия жейсің, молодец, өйстіп отырсай, бағана бер. Соды іш, және блинчикті жей салаш, просто так жесем болды ғой. Ой, фу деген несе, болды, фу демей, болды, тез же тамағыңды. Бош демей, не теріс қарап алғансың, фу деп. Қалай дегенде, бұлай қара, міне қарап ал дұрыстап. Бұлай отырасың. Дәмдісін ай, няня апай, рахмет деп маманы естілетіндей етсей. Так, анаңыз қайда кетті? Мен сөзімді де аяқтаған жоқпын ғой, бергел бол. Қайдасың? Саған үйлерін қараңдаршы. Осы үй тонап кетейші, наяққа секіріп кетейін. Ой, мына мамасы басқа әлемге кетіп қапты ғой. Так, доча күте тұр. Ойбай, доча деп мо. Бергеле сен. Ойбай, маман сыйып қалды. Сәнім, неге тамақ жемедің сен? Ой. Жарайды, енді дүреге сөйлемейін болды. Ханым, кешіріңіз. Былайынан андай, мен ойбай. Мен миым ашып қалды просто қазір. Давай. Я, бара берші, болды, мен өзің қызына қарайым. Сау болыңыз. Так. Ой, қатып жатырмын менде. Так. Ана қыз қайда екен? Жанын шығарайыншы, мамасының қасын шықпай қалған ес. Мәссаны қарандар. Өзінің бір офис мазындай, офис беді, қалай еді? Әйтер сөйтіп атайды ғой. Так, не қадыр биліп алайықшы, былай видеоға түсіріп. Әтемі билеп қоямыз. Ойла, қазір адамын кеп қалып, масқара болып жүрем десеңші, болды, қой құрсын. Так. Бір аналық қайда кетті? Ай, қайдасың? Бергел бол тез.
бері келе. Қайда жүрсің сен қыз, ойла мамасы келе жатыр. Жаным, сол неге тамағыңды жемедің? Кешіріңіз ханым, енді бірінші келгеннен кейін сәл дөрекілеп сөйлеп қойыппын. Қыз кіші жағын шығар емес, сен қыздың партиясы бол. Маманың тамағын жесең, кетші бар не шуат емей. Қазір көрсетемін мен саған. Маманың қасына қашып кетіп, мен масқара қылғанда, қазір күте тұр, скенімді алмастырып алайын. Так, вот. Қарандар уақыға. Просто іш пысқан кездегі жасаған нем ғой менің. Денесін қарандар деп отыр. Так, тұрамыз да, қорқытамыз. Бір жерекші. Не, жаманы өләме, жаман да отыр. Бері кел. Бері келмесең жеп қоям. Не жаман, няня жаман ба не? Бері кел, няняны жаман десең. Мен саған. Мен саған. Бош жез. Қашса мен келе жатырмын ғой. Бәсе. Бері келмесең жейм. Няня жаман дедің ба? Түсіп кеттің. Так, қазір бері кел. Ұстап алам мен сен. Бері кел деймін мен саған. Бері кел. Мынау тез жүгіреді ғой. Мынау үлкен болған бір түрлі екен. Жүгіре жүрсін. Мынандаймен. Так. Что-то жоқ. Мамасы кеп. Тағы мен қуып жүрер бұл. Так, осы күн жылап барамыз. Ханам қайдасыз? Ханам. Ойна ханым қайда кетіп қалды. Ханам қайдасыз? Ханам. Машинамызға отырайық. Апай қайда жаңағы. Так, ой, абайла. Ой, абайла. Бір үйге қайттан барайық. Так, ойла мен іздеп жатыр уже. Ой, есігін аяқта екен. Мама. Қарандар машинасын. Мен андай машина дейді екен десем, ұзын бір қап-қара. Так, еналарды алып тастайық. Потом бауыржан киім киіп алайық. Мамасының андай жала саламыз ана қызын ше. Семіп қалса күшті болатын еді. Так, тез ана мамасын мен іздеп жатыр уже. Ханам, қайдасыз, ханам? Ханым, қараңызшы, қызыңыз өте бұзық қой. Мен кешірем ғой, бірақ ол ұрысты де маған жала жауып жатыр. Не үшін? Ой, неге мен банға тықтыңыз? Достар, ендеше не істесек екен? Короче, біз қайта былайына не істеп аламыз? Ақымызды алайынша. Ана қыз мен айлауымды алмай, ең болмаса айлауымды берсеңдерші. Короче, достар, енді біз не істесек екен? Короче, басқа киіммен барайық та енді. Короче, достар, мен осындай скин істеп алдым. Енді олар қазір мектепке бара жатыр екен. Біз де барайық, енді скорості бәрі көбейтіп алайық. Мынаны сәл дұрыстап алайық. Как раз муж деп жатыр екен. Муж. Иә деп жасамыз. Короче, алдап солардың сейфін тонап кетеміз. Себебі олар мен айлығымды бермеді ғой. Ол қыз маған қажет жоқ. Маған тек ақша керек. Новый машина алайын дедім. Ой, ана кім машинасы қысырылып жатқан. Мына қарында жүрсімді де вообще. Так, ханым мен ғой. Ой, ханым деп ма? Сәлеметсіз бе, бұл мен ғой. Давайте, короче, достар. Не десем екен. Сауыққа бірден кеп бірден қайтарған нес? Бір түрлі екен. Сәлем, бұл мен сенің жаңа папаң. Жоқ, неғықты біздің қызымыз жоққа, қайда, мен өзім іздеп келем. Жоқ, ол қыз қайда кетті? Бір маған жұмыс тауып берді ғой енді. Міне енді іздеп жүн. Так, қайда болуы мүмкін? Мына машинаны жөндеп береден соғыз. Ой, мына машина деген нервқа тиді ғой. Тұрайыншы бұл. Адам көп қоса. Бәрібір шыға алмай жатырмын. Шыға берейік былайынан. Анау тұр ғой. Аппақ болып. Неғып тұрсың? Үйің дәл жанынан немен жоғалып қалдың ба не? Жүр кеттік, давай. Жүр қызым.
папаң қасында болды. Өстіп еркелетейік, мамасы келіп қалды. Я, мен жүрем сезді деп өтірік айта салайық. Атып андай сен бүйтіп жүргеттік болды. Сөйлермеші сен қыз. Ой, бір мына қыз Ерфат дейді ғой. Көтермеймін дейді. Көрдің ба, енді мен көтермей бірге ішесіз. Ой, мына қыз немене қырсық. Так. Үйге келдік. Не істеймін? Ең алдымен мамасының сеніміне кіріп алу керек. Мамасы маған сенсе болды. Сөйтіп жоспарым істей берем. Осылайынан жүреміз. Ұстаймыз. Мамасы ұйықтап қапты. Мен қызыма ертегі айтып келейінші. Қызым қайда екен? Қыз жүрші дес. Бөлмен қайда? Бөлмеңе апаршы бол. Ой. Не? Мен ерімді оянбағам. Ернім өзі сондай. Жүр, саған ертегі айтам. Шетелге дейсің ба, мамасы? Жарайды, ол күшті ғой. Мына қызың қырсық қой, не еткен қырсық? Так, мына бөлмеге барасыз сен. Отыр осы жерде. Түс. Да, отыр осы жерде болды. Мен саған ертегі айтып берем, күте тұр. План ба, ол қызға сәл андай. Сәл қамқор болайық енді. Сосын план вода толап қашатын боламыз. Так, план дұрыстап сәндеп жүрейік. Мен саған қарандар, әдем сәндеп атырмын. Так, не ақ қою керек. Жолеп күлгін әдем ұрсады. Мына жер оразбай. Енді мына жерге ақ. Вот ақпен әдемі. Және ақ. И все, енді сендірсем. Красота болып тұр ғой. Так, неға бір анда төсе жүрейікші. Төсем бейді. Оля, нау кім? Мамочка, қызым қайдасың? Қызым. Қаш, қызым. Бергеле. Ойбай, қашым. Жылабым бір жүрер. Мама, қызым қайдасың? Ана айырылмайды менің. Оля, мынау қаяқтан келген қызым, қаш. Қызым. Оля, қаш, нақты зомби жүр. Менің әйелім жоқ болған ба, немене? Оля. Мен ұлыкем ұлын даусын салайын. Деп па. Так. Қызым, ұйықтап қалған несі жүр кеттік. Бол, тұр. Жүр кеттік. Тынаша неқта не жүр, біреу жүр, шлабырын ұстап. Тыныш. Келді. Тиіспе бізге. Ойына қызым түсіп қалған нес. Ана яқтағыларды қуып жатыр. Қаш, қыз, қаш. Есті құтталайшы. И все. Тиіспе мен қызыма. Таяқ жесің. Қызым, бұның қолында шлабыр бар. Мен сен бір жер тықтыстайыншы. Жүрші дес. Так, мына жақта отыр, сені таппайды ешкім. Отыр бірақ. Отыр. Тыныш. Мен маған папа демеймін, сен папа немеспін ғой. Мен өзім анаумен шайқалсам, короче, отыр. Ой, мамасы кел. Ойбай. Не болды? Андай қызы кепті, арқасында тұр қанатты бір. Туа деп отыр. Отырық деп атқан шығар. Так, қызым айдан отыр ғой қызың. Так, мен алар жүндеп бердім, қарайсай. Кана жерін дұрыстап қағаз жерейін. Көрдің ба, әжем істедім мен. Бұның бәрін қызыма арнап жасадым ғой, көрдің ба? Міне. Көйтіп тағы дұрыстап жүрейін. Ой, бұл ана азырынша қалды достар. Мен де ана роза киіз қыз жақтыртып бетірім мен болды. Мен бұл үйді тонамайтын болдым. Ана қыз, мен сон жақсы көрім уже ана қыз. Ұнамайды маған роза. Маған ана өзімнің қызым керек болды.
Мен қызым емес қой. Ана қызмайды мен. Маған ана қызым керек. Ту бір қайқа кетіп қалған аяқта жоқ. Так. Қызым қайдасың? Қарашына. Так, Розбиді қуатын жоспары бар менде. Соны мен қызыма айтайыншы. Мынау орыс па не ма? Бір өзі құшақтайын отыр, не істейін отыр? Қызым келді. Давай сонымен бір жаққа барып не айтайын. Ей, таста оны. Ой, жандос. Бір кел. Жүрсей, мен саған бірдеңе айтам. Бош жес. Так, бұл жерін естімейді. Қызым, қыз маған ұнамады, мен сені жақсы көремін, екеуміз бірге план құрып соны қуып жүрсек. Давай сөйтейік. Иә, кеттік, давай жүр. Бірінші план, сен мамаңды алдай тұр. Мен алдай тұрамын. Сен алдай тұрасың, сен. Мен тұрамын да оны қорқытам. Сен қорқытқандай. Мен де сен жақсы көремін, доча. Так, енді кеттік, жаңа жоспар істейік. Так, жазуымды дайындалайын. Так, қанаты бар қыз, кеттік жүр. Мен саған бірдеңе көрсетем. Ой, қоршақ ойнамаймын мен. Ұнамайды маған. Бер кел. Давай. Маған мишка керек. Андай маймыл қоршақ керек емес. Давай, бегеш тез. Ту мына қыз немен айналмашы. Жүр бол тез. Кеттік. Давай. Так. Мына жерге кіреміз. Сосын қорқытамыз оны. Короче, менде ойыншық не бар да, соны мен қорқытай қал. Түс секіріп жатырмын ой. Насып түспейтініз. Давай. Ал кеттік ал. Мә саған. Мә саған. Мә. Давай қашсай, жыламай. Қашсай, ойыншық не ғой. Ойнау. Қорқпай ма не? Әй, мен ойыншық неме ұрдым ғой сен, қорқсын деп. Ойыншы жылап бара енді. Не болған, бір бәле болып қалды. Мамаса. Құлап түстім. Ай. О, жоқ. Сен қызымды ұрып тастады. Мен андай былай қуып келе жатыр едім. Аяғым тайып кетті. Мына жерге құлап түстім. Әдемі жатырмын ба десің, Так, барсай, қарасай. Аяқта қызың бар, жаңа былай не істеп. Ой, кімін алар? Тағы ұрлықшылар ше, осы мешет ететіндер жек көрем. Тәйсіңдер қазір ше, ұрлықшылар. Так, жылама қызым. Қызым, жылама. Отырып былай түр бермей жылай ма? Мен де түр беріп жатқан жоқпын. Ойна, баспен бұлш өткіздік қой. Доча, ана план істе. Давай, кім? Арқама массаж жасап берші менің. Анау кім? Есік алдында жүрген, айтастыршы. Так, ой, менің қызым анан көтер алмады. Ей, берген, қара адам, берген. Мен сен жан шығарам, сен бізге кетеш жауатсың, берген, ей. Менің қыздарым қуып отыр. Аналар ұрлықшылар, ойбай, жай. Басымнан тебейін дедім бе? Ой, мына қыз неге былай деп тұратындай. Тонай берсін. Білем ғой. Бұндайлар ұнамайды маған да, білем. Түр бермейміз, короче. Так, давай. Қатты ұрса, қатты. Мына қыз неме розы киіп оған. Бағылам сен ше. Достар, білесіңдер ма, бұның қалай өйсіңдер, ысы алмай жүрсіңдер, қалай бағанға тоғу керектігін. Көрсетем. Қатшы мен бұларды кейбірлерін өйстіп алдап андайғы бағанға тығам ғой мен. Так, мына улица. Жоқ, мен саған асырамайым деген жоқпын ғой мен. Болды. Давай, қызым, кел. Давай, түр жасап ойнай жылап отқан. Ана қыз сенің қызыңды ұрып, былайынан қашып кетті, өзі ақшалардың бәрін алып. Білесің бе сен? Ой, мамасы қайда кетті, мен жылап отқан көрмей қалған ес. Так, былайынан алып тастай саламыз. Так, қарандар, енді сендерге бір баға беруге атысын көрсетем. Так, келе жатқан кезде турасында басып жүресің, и все, кет құры бар дейсің. Уа-ха-ха деп қуанасың. Көрдіңдер ме? Өйстіп дей береміз. Так, бар ма екен тағы? Мына бұзақылар деген жаман ғой. Барлық үй бұзып отыр. Короче, достар, осымен история аяқталды. Видео ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Всем пока-пока.